Барлығына сәлем. Бұл видеода біз спорттық шалбар джоггердің белдігін тігуді үйренетін боламыз. Бізге қажетті заттар: ені 4,5 см болатын резинка, жалпы мата. Матаның ұзындығын қалай анықтаймыз? Бізге обхват бедер керек, бөксе орамы және қосылған 2 см. Менде ол бөксе орамы 104, жалпы 2 см тігізге сонда 106. Екіге бүктегенде 53 шығады. Ұзындығы 14 см болу керек. Ең бірінші біз осы белдіктің қысқа енін 1 см жеткізбей тігін машинасында тігіп, үтіктеп аламыз екі жаққа. Мінекей мен тігісті тігіп, екі жаққа қайырып үтіктеп, мына припусктан тігіске 2 мм жеткізбей 1 см-ден қиып тастадым. Бұл кейін шалбарды белдікпен қосқанда қалың болып кетпеу үшін қолданылатын әдіс. Енді үтікпен қазір 2 бүктеп, белдікті үтіктеп аламыз. Осылай үтіктеп алдық. Енді белдікті қоя тұрамыз. Бізге резинканың ұзындығын анықтау керек. Өзіміздің белімізді өлшейміз, 2 см қосамыз, шыққан санды қиып аламыз резинкадан. Менде обхват талии 80 және 2 см тігіске 82 см қиып алдым. Тігін машинасында 1 см жеткізбей 3 рет тігіп шығамыз осылай. Резинканы осылай тігіп аламыз. Екі жаққа қарап үтіктейміз. Енді белдік бізде қайырғанда 7 см, 1 см тігіске кетеді. Енді осы 6 см-ді 3-ке бөлеміз. 2 см, 4 см. Осы 2 сызықты белдіктің барлық жағына сызып шығамыз. Бұл тігістер не үшін қажет? Бізге қазір резинканы ішіне салғаннан кейін сыртынан 2 декорлық тігіс тігеміз. Сол түзу болып шығуына көмектесетін болады. Енді резинканы белдіктің ішіне кіргізіп, 1 см жетпей түйреп отыратын боламыз. Мінекей, енді шетіне 1 см жеткізбей тігін машинасында закрепка беріп тігіп шығамыз. Осындай белдік шығады. Енді оны осындай инелермен түйреп аламыз тікпестен бұрын. Алдында сызған 2 белгі бойынша тігін машинасында тігіп шығамыз. Тігетін кезде осы 2 ара қашықтық осылай кішкене тартып тігесіз. Енді келесі қатарға ауысамыз. Мінекей, бізде осындай әдемі белдік пайда болады. Бір келкі тігілген. Енді осы белдікті шалбарға қоса саламыз. Шалбарымызды тігіп алдық. Белдікте дайын. Белдіктің 4 жерінен белгі қалдырдық. Енді осыны шалбарға қосамыз. Мынау бізде алды шалбардың. Мына тігісті арт жаққа қалдырамыз. Мына жерде тұру керек. Белдік жақтан түйрейміз. Белдігімізді қосып алдық. Енді белдік жақтан мына тігістің үстінен тігін машинасына тігеміз. Сосын шетін оверлоктап шығамыз. Белдігімізді қостық. Енді мына оверлок тігісті жасырып қою қажет. Ол үшін бізге үлкен осындай тесік үлкен ине қажет. Осыған оверлоктың 4 жібін бірден өткіземіз. Осылай өткізіп алып, тігістің арасына кіргіземіз. Мінекей, болды. Кішкене тартып тұрып қиямыз. Мінекей, біздің джоггеріміздің белі пайда болды.
белдік өте ыңғайлы, ішіндегі резинка айналып кетпейді, ішіндегі тігіс таза, сыртынан да өте сәнді көрінеді. Осылай тігіп алсаңыз болады. Қаласаңыз, мына екі жерге петелька жасап, бау өткізсеңіз де болады. Оны қалай жасау керектігі туралы менде арнайы видео бар, соны қараңыз. Сіздерге бүгінгі видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше